Бағдарламаның іске асуын жұрт асыға күтіп отыр. Бастама жерде қалмас үшін президент оны бақылайтын қоғамдық кеңес құруды тапсырған. Кеңеске сенатор Бақытжан Жұмағұлов төраға болып сайланды. 27 адамнан тұратын топ 5 бастамаға сай 5 топқа бөлініп, әр бағытты бақылайды. Ал міндетке жүктелген мемлекеттік қызметкерлер президент тапсырмасын бұлжытпай орындауы тиіс. Селқостық танытқандар жауапқа тартылмақ.